Жастарды жәмлестірген Достық фестивалы. Өзбекстан көлеміндегі жоғары оқу орындарының 500-ден астам жастары пайтақтымызда мейманда болды. Ішкі туризмді рауажландыру, жастардың жазғы дем алыс күндерін мазмұнлы өткеру бастысы, отансүйгіштік рухын қалыптастыру мақсатында шөлкелместірілген фестиваль хақында хабаршымыз толығырақ мағлумат береді. Ташкент қаласы һәм уәлаятлардағы жоғары оқу орындарының студент жастары Қарақалпақстанда. Анығырақ Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалында. Мемлекетіміздің түрлі аймақтарынан келген жоғары білімдендіру мекемелерінің уәкілдерін бірлестірген Достық фестивалі жоғары кейпиятта басланып кетті. Меймандар елімізге мәзі келмеген, олар халқымыздың милли қадіретларын үйрену, өз көздеріменен көріп, меймандостық, сыйластық, ауызбіршілік сияқлы ұлы пазилетлерді және де тереңнен сезінуді ниет еткен. Қарақалпақстанда өткеріліп атырған Достық фестивалында Өзбекстан көлеміндегі жүздеп жастар мейманда балықтан 99 түрлі тағам атлы гастрономиялық ілажда өткеріліп атыр. Міне осы ілаждың қатынасушыларын сәуетке тартамыз. Ассалаумалейкум. Қай жерден келдіңіз? Biz Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universitetidan Samarqanddan tashrif buyurdik Nukus shahriga. Балықтан tayyorlangan tағамlar ұнап атыр ма? To'g'risini aytaman, biz Samarqanddan keldik. Samarqandda oshib borsa 2-3 xildagi, 2-3 turdagi baliq mahsulotlaridan tayyorlangan taomlar bor, lekin biz Nukus shahriga kelganimizda 99 xil emas, balki undan ham ko'proq xildagi baliq mahsulotlaridan tayyorlanadigan taomlarni ko'ryapmiz va ularning ta'midan tatib ko'rganimizda bir-birini ta'mi juda ham o'zgacha, bir-birini ta'mini takrorlamaydigan darajada bo'lyapti. Barchaga, mana shu tadbirda tashkilotchilariga va mana shu tadbirda biz bilan birga qatnashib turgan tengdoshlarimizga va talabalarga juda ham katta o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Festival шеңберінде арал балықларының 99 түрлі тағамлары ілаж болып атыпты. Мен ойлаймын, студенттер арасындағы достық, қатынастық бұнан да былай давам етеді. Қалай берсе, міне студенттеріміздің міне кейпияты, һәммесінің бір келу кейпияты жақсы. Осы достықты, осы келу кейпияты сақлап қалған халда Өзбекстанның барлық облыстарынан, Ташкент қаласынан келген жоғары оқу орындарының студенттерін, өзіміздің студенттеріміздің біргелікте достығын бұнан да бекемлеп, қалай берсе, міне 3 күн давамында бір жақсы ілаж болып өтеді деп ойлаймын. Президентіміздің жастарға беріп атқан итибарлары, жастарға болып атқан саясатын қолдап қуатлаған халда һәммесіне рахмет айтамыз. Фестиваль шеңберінде қатынасушылар Хожелі районындағы Мыздаххан тарихи археологиялық комплексіне барып, бұл жердің тарихы, халқымыздың рухи мирасында тұтқан орны, ата-бабаларымыздан қалған бейбаха естеліктерімен танысты. Сондай-ақ фестиваль қатынасушылары Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақстан мемлекеттік көркем өнер музейінде де болды. Қарақалпақ халқының бай мәдени мирасы, дүния көркем өнерінің бейбаха үлгілерімен жақыннан танысу имканиятына ие болды. Savitskiy muzeyiga kelib, o'zimiz guvohi bo'lyapmiz. Yoshlarimiz o'zlari ko'rmagan, kelmagan, albatta eshitmagan narsalarni bugun o'zlarining quloqlari bilan eshitib, ko'rib, albatta bu yerga yana qaytib kelish va albatta o'zlarining do'stlarini yana Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalariga taklif qilish masalalarini o'rtaga qo'yilgan. Bir do'st 1000 kitob degan bir shiorni bir ilgari surdik. Bu asosiy masala Yoshlar ittifoqi tomonidan, talabalarimiz tomonidan o'sha ilgari surildi. Har bitta bitiruvchi talabalarimiz, oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotib turgan talabalarimiz bugun o'zlarini o'sha o'qigan kitoblarini yoshlarga shu bilim ulashish maqsadida, yoshlarimizni bugun adabiyotga qiziqtirish maqsadida nafaqat bitta tilda, balki rus tili yoki ingliz tili, fransuz, nemis, boshqa tillardagi o'zini adabiyotlariga alohida o'zlarining nomidan qoldirib, do'stimga shu mendan sovg'a sifatida, kitob sifatida qoldirib, telefonlarini ham yozib qo'yishyapti. Sababi ertaga bir-biri bilan men sizning kitobingizni oldim, sizga katta rahmat, shu kitobni o'qib, men ham siz kabi qaysidir oliy ta'lim muassasasida, bugungi kunda xalqaro reytingda yuqori bo'lgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish uchun o'zim oldimga reja, maqsad qo'yganman degan masalani bir oldiga qo'yib, yoshlarimiz o'sha o'zlarini yurakdan chiqarib, bugun o'sha 600 ga yaqin kitoblar bilan biz kelganmiz. Kitobxonlik orqali ham bugungi kunda o'sha imkoniyatlar berilyapti turganligini yoshlarga yetkazish asosiy maqsad qilingan.
Достық фестивалі қатнасушыларының Мойнақ районына саяхаты да шөлкеместірілді. Бұндай ләжлар жастарды арал апатшылығының ақбетлері, тарихи естеліктер менен танысуына һәм экологиялық жауапкершілік мәселелері бойынша мағлумат алуына мүмкіншілік береді. Фестиваль қатнасушылары дәслеп ашық аспан астындағы белгілі кемелер қабірстанын зиярат етті. Құмлар құшағында қалып қойған үлкен кемелер жастарды ұзақ өтмішке нәзер таслауға итермеледі. Қатнасушылар Арал теңізі тарихы музейінде де болды. Музейдегі экспонатлар, бейбаха хужетлер һәм фото архивлер арқылы студенттер Аралдың бай өтміші, аймақ халқының тұрмыс тәрізі һәм экологиялық өзгерістердің аймақтың рауажлануына тәсірі хақында мағлуматлар алды. Bugun sayohatimizning 3-kuni va aynan sayohatimiz davomida biz Mo'ynoq tumanidagi Orol dengizi hududiga tashrif buyurdik. To'g'risi kelganimdan juda ham hayratlandim, sababi qachonlardir suv bilan to'lib toshgan dengiz bugun qumga, cho'lga to'la turibdi va biz aynan sayohatimiz davomida Orol dengizining tarixi bilan uni qanchalar suv bilan to'lganligi va hozir aynan shu holatga kelishining sabablari bilan ham tanishdik. Bu kabi tadbirlar, tashriflar biz yoshlarda ekologik madaniyatni, tabiatni asrashga bo'lgan tuyg'ularni, madaniyatni yanada rivojlantirishga va hozirgi go'zal tabiatimizni bizdan keyingi avlodga, kelajak avlodga go'zalligi holicha yetkazishimizga undaydi. Фестивальдің сикарғы идеясы түрлі аймақларда білім алып отырған жастарды бірден-бір мақсат һәм жақсы қадіретлер атрапында бірлестіру. Олар арасында достық, ауызбіршілікті бекемлеу. Жаңа Өзбекстан жастарының білімлі, ватанға садық ынсалар болып, қалыплесуіне мүнәсіп үлес қосудан ібарат.